Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сізбен бірге өте оңай, духовкасыз, жұмыртқаны қажет етпейтін, үш ағзаттан дайындалатын дәмді торт жасаймыз. Қалай жасалатыны қызық болса, видеомды соңына дейін көріп, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен қаймақтың үстіне құмшекерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұн және разрыхителді қосып, жақсылап жұп-жұмсақ қолға жабысып тұратындай қамыр илейміз. Ұнды бірден көп қосып жіберуге болмайды, екіге бөліп қосып отырып илеу қажет. Барлық құрамның мөлшерін описаниеге қалдыратын боламын. Қамырымыз дайын болған соң, үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Барлығын осылай дөңгелектеп шығып, жаюға дайындаймыз. Енді қамыр үстелге жабыспайтындай етіп, кішкене ұн сеуіп отырып жаямыз. Ұн көп сеуіп жүрсек те, қамыр ұнды болып кетеді. Қамырды жұқалау етіп жайып болып, осындай кесілген дөңгелек формамен кесіп шығамыз. Мысалға, қақпақтарды, домалақ ыдыстарды қолдансаңыздар болады. Енді қамырды құрғақ, қызып тұрған сковородкада май құймай пісіріп аламыз. Сковородканы қатты қыздырып алып, қамырды саларда пәзитіп орташа отта пісіреміз. Қамырды салған соң бетін қақпақпен жабу керек, кейін осылай қамыр көтеріліп піскен соң екінші бетіне аударып, бетін жауып пісіреміз. Кождары осылай өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Енді крем дайындаймыз. Крем де өте оңай жасалады. Осылай қаймаққа сахарный пудраны қосып, жай ғана қасықпен араластырамыз. Миксерлейтін болсаңыздар, қаймақ сұйықталып кетіп, крем шықпай қалады. Крем осымен дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай крем де кожда өте оңай дайындалады. Енді тортымызды видеодағыдай жинап шығамыз. Тортты жинап болғаннан кейін бетін жауып, холодильникке крем сіңгенше салып қоямыз. Кейіннен тортты өз қалауларыңыз бойынша сәндеп шығасыздар. Мен осылай шиелерді қойып шықтым. Осымен торт дайын, өте дәмді болып шықты. Дәмі Наполеон тортына ұқсайды. Жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Видеом ұнаса лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.